Қазақстандық тележүргізуші Лейла Сұлтанқызы Дубайда Арсенал футболшысы Виллиан Боржес да Сильвамен көрісті. Белгілі бразилиялық аяқдопшы да Біріккен Араб Әмірліктеріне отбасымен демалуға барған. Лейла Сұлтанқызы Instagram желісінде Дубайдағы демалысының қызықтарымен әлі де бөлісуде. Ақпарат өкілі Біріккен Араб Әмірліктерінде ойламаған жерден әйгілі футболшы Виллиан Боржес да Сильвамен кездесіп қалған. Оның айтуынша, бразилиялық спортшы Дубайда келіншегімен егіз қызымен бірге демалып жатыр. Қазақстандық тележүргізуші англиялық Арсеналдың үздік ойыншыларының бірімен естелікке суретке түсіп, оны өз парақшасында жариялап қойған. Белгілі болғандай, Лейла Сұлтанқызының екі ұлы да футболды қатты жақсы көреді. Балаларының қызығушылығының арқасында жұлдызды ана да спорттың бұл түрінен біраз нәрсені білетін болған. Күшті. Мен де бұл ойыншыны кезіктіргім келеді. Не деген қарапайым футболшы. Челси сапында жақсы ойын көрсететін еді. Ұлдарыңыздың арқасында футболдан да хабарым бар дейсіз ғой. Мықтысыз Лейла ханым. Футболшыны танып қойғаныңыздың өзі көп нәрсені дәлелдейді. Виллианды көргенде көрмегенде бар. Виллианды кезіктіру менің асқақ арманым. Қандай бақыттысыз. Бұл ойыншыларды көре алмай жүргендер қаншама көп, деп жазды желідегілер.